Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын творожный рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Бізге керекті заттар: ұн, сары май, жұмыртқа, қопсытқыш, қант. Ыдысымызға ең алдымен ұнымызды салып аламыз, сары майымызды салып аламыз, қантымызды және қопсытқышымызды салып, жақсылап қамыр жасаймыз. Ұнымыз бен майымызды илеп аламыз. Енді жұмыртқамызды қосамыз. Қамыр болғанша илейміз. Менің қамырым дайын болды. Енді осыны зуала етіп, оқтаумен жаямыз. Міне оқтаумен жайып жатырмын. Осылай етіп жайып аласыздар. Тегістеп. Дайын болған қамырымды ыдысымызға салып аламыз. Менде осындай ыдыс. Диаметрі 22. Мен қамырымды тегістеп шықтым. Салмасын дайындағанша тоңазытқышта ұстаймыз. Міне ыдысымызға салмасын дайындаймыз. Ыдысымызға сүзбемізді саламыз. Сүзбемізді салғаннан кейін қаймағымызды саламыз. Міне қаймағымды салып болдым. Енді қантымызды саламыз. Жұмыртқамызды саламыз. Блендердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Осылай толықтай жақсылап араластырып аламыз. Менде салмасы осылай болып шықты. Енді тоңазытқыштағы қамырымызды алып, салмасын құямыз. Міне салмасын құйып болдым. Міне мен творожный пирогыма смородинаны салдым. Сіздер салсаңыздар да болады, салмасаңыздар да болады. Түрлі жеміс-жидектерді салсаңыздар болады. Даңқурай немесе басқа да жеміс-жидектерді салсаңыздар өте дәмді болып шығады. Міне творожный пирогқа смородиналарымызды салып жатырмын. Енді мен пешке 180 градуста пісіріп аламын. Міне менде творожный пирогым дайын болды. Жасап көрсеңіздер болады. Тексерілген рецепт. Видео сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жансұлу.